Капитандар сайысы деп аталады, жүк ауырын нар көтереді демекші. Бұл жерде жүк команда капитандарына түсейін деп тұр. Әр қайсыңызға 30 секунд ішінде 5 сұрақтан беріледі. Соған жауап беріп үлгерулеріңіз керек. Негізінен сауалдар ұлттық таным, салт дәстүрге байланысты болмақ. Жақсы ма? Түсінікті ме? Онда бастаймыз. Бірінші топтың капитаны аңсатқа сауалдар. Жас адам жолға шыққанда жасалатын дәстүрлі бас қосу. Өмірге жаңа келген нәрестенің құрметіне жасалатын той. Шілдехана. Дұрыс. 30-40 жастағы қазақ әйелінің бас киімі. Орамал. Жоқ. Келесі? Кимешек. Кимешек, дұрыс. Ұзатылған қыздар киетін төбесі биік бас киім. Сәукеле, дұрыс. Ауылға басқа жақтан көшіп келген үйге көршілердің ас беріп, қонаққа шақыру қалай аталады? Қонағасы. Жоқ. Уақыт аяқталды. Бұл ерулік деп аталатын. Келесі сауалдар дарын тобының капитаны Дәуренге беріледі. Дайынбыз ба? Иә. Онда бастаймыз. Ат алысқа ұзап кетпеу үшін аяғына салынатын қайыстан не қылдан есілген бекітпе. Келес. Тұсау деп аталады. Бұрын құда болған адамдардың қайтадан қыз алысып, қыз берісу салты. Келес. Өте қуанышты хабарды жеткізген адамның сұрайтыны не? Сүйінші. Дұрыс. Үй салу, қой қырқу тәрізді жұмыстарды көпті шақырып бірлесе атқару қалай аталады? Келес. Асар жасау. Үйленген ұлға ата-анасы не береді? Елші. Не? Елші. Енші деп аталады. Келесі сауалдар руханият тобының капитаны Күнсұлуға арналады. Дайынбыз ба? Дау мұраты не, қыз мұраты не, жол мұраты не? Қыз мұраты кету, жол мұраты жету, дау мұраты шешу. Дұрыс. Киіз үйдің шаңырағын жабатын киіз. Түндік. Дұрыс. Тұрмысқа шығып бара жатқан қызға ата-анасы не береді? Жігітке енші берді, қызға жасау. Дұрыс. Әшекей бұйымдар жасайтын адамдарды кім деп атайды? Зергер. Дұрыс. Бала алғаш рет қадам басқанда жасалатын рәсім. Тұсаукесу. Тұсаукесер. Дұрыс. Барлық сауалға жауап беріп үлгерді. 30 секунд ішінде. Бүгінгі ойын қорытындысы бойынша Ақтоғай қырандары 409 ұпайға ие, дарын тобы 334 ұпайға, ал руханият тобы 383 ұпайға ие болды. Құттықтау сөзбен марапаттау рәсімін өткізу үшін филология ғылымдарының кандидаты профессор Айман Файзуллақызы Зейнуллинаға сөз беріледі. Құрметті жас достар, құрметті көрермендер, біздің жастарымыз, мына жас ұландарымыз өте сондай шыдамдылықтарын, тез білімдіктерін, көрегенділіктерін, жинақылықты және командалық бірге жұмыс істейтін қабілеттерін көрсете білді. Бұлар дайындаған ең бірінші әрине ұстаздарына рахмет айтамыз, мектеп әкімшілігіне рахмет айтамыз, және әрине сөз жоқ ұстаздарына рахмет айтамыз. Әрине сайыс болғасын жеңу де бар, жеңілу де бар, бірақ ең басты сіздер осы жерге бүгін Наурыздың ұлыстың ұлы мерекесінің алдында сіздер қазақ елінің салтының, дәстүрінің, тілінің, тарихының, өнерінің үлкен бір шежірелік өнерін, білімін көрсеттіңіздер. Сол үшін рахмет айтамыз. Наурыз мейрамына арналған Наурызым нұрлы күн атты жасын телевизиялық зияткерлік сайысында 3-ші орынға ие болған Қашыр ауданынан келіп отырған дарын тобын марапаттайық. Наурыз мейрамына арналған Наурызым нұрлы күн атты жасын телевизиялық зияткерлік сайысында 2-ші орынға ие болған Шарбақты ауданынан келіп отырған руханият тобы марапатталады. Наурыз мейрамына арналған Наурызым нұрлы күн атты жасын телевизиялық зияткерлік сайысында жан-жақты білімдерін көрсеткен, жинақты, талантты, өте тез, шапшаң ойлайтын 1-ші орынға ие болған Ақтоғай ауданы Ақтоғай қырандары марапатталады.
осымен біздің бүгінгі ойынымыз аяқталды. Бүгінгі жеңімпаз топ Ақтоғай қырандарымен біз мәре сайысында жүздескенше дейміз. Ал қалған қатысушыларға бүгінгі көрсеткен өнерлеріңіз, білімдеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Өмірде жолдарыңыз әрқашан ақ болсын. Жасын жобасы Павлодар облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының қолдауымен Шаңырақ облыстық халық шығармашылығы мен мәдени сауық қызметі орталығының және Ертіс телеарнасының ұйымдастыруымен өтті. Ал қазір жобамыздың